Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Заманауи тренд арасында камераға қарап тамақ жеу ерекше дамып кетті десе болады. Ол оңтүстік Кореяда шыққан. Мүмкін адамдар жалғыздықтан шығу жолын осылай іздеген болар. Бұрын адамдар стол басында отбасымен бірге күліп, ойнап отырса, қазір жалғыз қалған адамдар көп. Жалғыз өмір сүріп, жалғыз басты және тағы солай. Бірақ жалғыз тамақтанғысы келмейді олардың. Жалғыздық мазасыз күйге алып келетін шығар. Сондықтан ютубты қосып, мукбанг жанрын көреді. Ол жерде адамдар тамақ алдында отырып, өз өмірлерін суреттеп жеп отырады. Азық-түлік бағасының қымбаттағаны немесе туыстық қарым-қатынас жайлы айтатындары көп. Сөйтіп, 31 қазан 2021 жылы мукбанг патшасы деген қысқа метражды анимация шығады. Мукбанг патшасына арналған. Никакада авокадо. Негізінде оны жек көретіндер өте көп. Никакада жай ғана сайқы мазақ, клоун. Осы жерден миллиондаған көрермен. Әрине, көбісі балалар. Никакада авокадоға келсек, мультик 3 минут қана болады. Контент-мейкердің күнделікті өмірі бір қалыпты өтіп жатады. Алайда бір кезде түсініксіз болып өзгереді. Сюжет бойынша Никакада күнделікті мукбанг түсіріп отырады. Байқасаңыздар, денесін тым үлкейтіп салған екен. Бірақ Никакада қандай болғанын бұрын көрмедіңіздер. Бірнеше жылдан кейін анимациядағыдай үлкейетінін көретін шығармыз. Сөйтіп, ол видео түсіріп, өзін жек көретіндерді жамандап және өз денсаулығын нашарлап бара жатқанын айтып отырады. Оның ойынша, егер камераға қарап пайдалы тамақ жесең, сені ешкім қарамай кетеді. Сөйтіп, көрермендермен қоштасып, камераны өшіреді. Осы жерде бірінші проблеманы байқаймыз. Камерадағы кнопка, батырма, ери бастайды. Никакада ілініп тұрған жетістіктерін түзеп, YouTube алтын кнопкасы және жігітімен түскен фотосы. Оның гей, қыз-теке екенін айтпаппын. Если что, міне оның превьюсы, жігітімен сүйісіп отыр. Видеода ол жері жоқ екен. Кешіріңіздер. Сөйтіп, анимацияда біртүрлі нәрселер орын алып жатады. Жетістіктері ери бастайды. Никакада оны байқамай қалады. Сол уақытта тоңазытқышты ақтарып, жігітіне жақында өз үйлері болатынын айтады. Және Гелендваген, бұрыннан армандаған машинасы. Бірақ бір кезде жоспары бұзылады. Біздің томпағымыз азық-түліктің еріп жатқанын байқайды. Демек, қолына не ұстаса, сол нәрселер еріген майға айналады. Ника не болып жатқанын түсінбей, қатты қорқып қалады. Майлар оны қоршағанда орнында қатып қалады. Бір кезде артында жігітті пайда болады. Басқа уақытта Ника қуанатын еді, ал қазір жігітті де еріп бара жатқанын көреді. Барлық нәрсе ериді. Ал мукбанг патшасын май қоршап жұтып қояды. Сөйтіп, ол май әлемінен бірақ шығады. Көп ойланбай, ол автоматты түрде видео жазайын дейді. Батырманы басып, столға отырады. Май жей бастайды. Оң қолы да еріп кеткенде, сол майды да жей бастайды. Осындай анимация. Сіздер мағынасы жоқ дейтін шығарсыздар, алайда мультик керек проблеманы көрсетеді. Никакада секілді жүздеген, әлде мыңдаған адамдар бар. Кез келген контент-мейкер секілді олар да көрермен көбейсе екен дейді. Сөйтіп бастары қатады. Біз мукбанг жанрының шектен шыққан адамдарды айтып отырмыз. Олар әрқашанда келесі видеоларда планканы көтеріп отырады. Сапалы планка қызықты немесе трэш болу керек. Ешкім көрерменнен айырылғысы келмейді әрине. Ұстап қалу керек, әрқашанда таңғалдырумен. Әрине, сүйікті ісі деуге болады. Енді кім тамақтануды жек көреді? Ал әр келесі видеода тамақ мөлшері үлкейе берсе, ол дұрыс емес. Бұл жігіттің мақсаты аянышты өмірі, нашар денсаулығы арқылы ақша және атақ алу. Ақшаны жақсы көретіні мультикте үй және машина дегені арқылы көрінеді. Осымен 99% ютуберлер бастарын қатырады.
жай Никокадаға жанрымен жолы болмаған сияқты. Менің ойымша, ол басында жай ғана канал ашып, камераға тамақ жеу ғана болды. Өйткені алғашқы видеоларында жігіттің миы да бар секілді. Сөйлеген сөзі, иығында попугай, есі дұрыс жігіт. Алайда салмақ қоса бастағанда треш көрсету үшін ақылынан да адасқан шығар. Анимацияда көрсетілгендей, оны осы жұмысына сорып алып кеткендей. Неғұрлым зиянды тамақ, соғұрлым көрермен де көп, деп ойлайды. Адам өзінің денсаулығын құртып жатқанын білмейтін шығар. Сөйтіп ол адамдармен байланысын үзіп, жетістіктерінен айырылатын сияқты. Негізі қорқынышты финал. Бұл проблема физически ғана емес, психологически байқалады. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп, коммент қалдырайық. Қазақша YouTube дамысын.